Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар және бірінші сынып білім алушылары. Ана тілі сабағына қош келдіңіздер. Бүгін 14-ші сабақ жуан және жіңішке айтылатын сөздер. Сабағымызды бастамас бұрын алдыңғы сабақтағы ережелерді есімізге түсірейік. Сөздегі дауысты дыбыстар жуан болса, сөз жуан айтылады. Мысалы, айна, жылқы, сауысқан. Сөздегі дауысты дыбыстар жіңішке болса, сөз жіңішке айтылады. Үй, көгершін, өнер. Жарайсыңдар. Балалар, ендеше кітабымыздағы бірінші жаттығуға назар аударайық. Бүгін біз сендермен Бердібек Соқпақбаевтың «Ақша қардың әлегі» атты мәтінімен танысатын боламыз. Ең алдымен мәтінді жақсылап мұқият тыңдайық. Ақша қардың әлегі. Балалар, бүгін біз үлкен тәртіпсіздік жасадық, деді ағай. Қармен атқыласып терезені сындырып қойдық. Басты айыпкер Сұлтан. Ол кінәсін мойындаудың орнына қашып кетті. Біздің талқымыздан қорықты. Осы кезде сыныптың есігі ашылды. Қарасақ Сұлтан екен. Қолтығында үлкен әйнегі бар. Мен қашып кеткенім жоқ. Үйден әйнек пен алмас алып келдім, деді. Біз Сұлтанға риза болдық. Балалар, мәтіннің соңындағы сұрақтарға назар аударайық. Мәтін неше бөліктен тұрады? Әр бөлікке ат қой. Әр бөлікте не туралы айтылған? Мәтінді жалғастырып әңгімеле. Мәтін бойынша өз ойыңды айт. Ендеше балалар, мәтінге назар аударайық. Мәтінде неше азат жол бар? Қарап шығайық. Біздің бірінші азат жолымыз балалар деп басталады. Қай жерде аяқталады екен? Талқымыздан қорықты деп аяқталады екен. Келесі азат жолымыз осы кезде деп басталады. Алып келдім деді деп аяқталады екен. Үшінші азат жолымыз біз Сұлтанға риза болдық деген соңғы сөйлем. Жақсы, ендеше балалар, мәтін 3 бөліктен тұрады екен. Әр бөлік басталған кезде азат жол басталады. Ендеше бірінші бөлікке назар аударайық. Балалар, бүгін біз үлкен тәртіпсіздік жасадық, деді ағай. Қармен атқыласып терезені сындырып қойдық. Басты айыпкер Сұлтан. Ол кінәсін мойындаудың орнына қашып кетті. Біздің талқымыздан қорықты. Балалар, бұл бөліктің ішінде не туралы айтылған? Қандай ат қоюға болады? Қалай ойлайсыңдар? Жақсы, бұл жердегі негізгі мәселеміз терезенің сынуы, немесе Сұлтанның терезені сындыруы деп айтсақ та болады. Енді екінші бөлікке назар аударайық. Осы кезде сыныптың есігі ашылды. Қарасақ Сұлтан екен. Қолтығында үлкен әйнегі бар. Мен қашып кеткенім жоқ. Үйден әйнек пен алмас алып келдім, деді. Бұл бөлікте не туралы айтылған? Дұрыс айтасыңдар. Сұлтанның үйіне барып әйнекті алып келуі, я? Сұлтанның әйнек алып келуі. Жақсы, ендеше соңғы бөлікке назар аударайық. Соңғы бөлігіміз тек бір сөйлемнен тұрады. Біз Сұлтанға риза болдық. Бұл жерде қандай ат тақырып қойсақ болады? Я, риза болған балалар. Немесе балалардың риза болуы десек те болады. Міне біз бөлікке бөлдік. Әрқайсына ат қойып шықтық. Және де бұл мәтінді сен өз ойыңмен ары қарай жалғастырсаң болады. Балалар, дәптерімізді ашып, дәптеріміздегі К дыбысының бас әрпімен кіші әрпін көркем жазайық. Келесі тапсырма екінші жаттығу сөздерді көшіріп жаз. Әйнек, кінә, тәртіпсіздік, бүгін деген сөздер беріліп отыр екен. Осы сөздерді дәптерімізге қатесіз көшіріп жазып алайық. Бұл сөздер айтылу кезінде қалай айтылып тұр? Жуан ба әлде жіңішке ме? Дұрыс айтасыңдар, жіңішке айтылып тұрған сөздер екен. Келесі дәптеріміздегі үшінші жаттығу бос торкөздерге керекті әріпті қойып оқы. Осы сөздердің ішінен өзің қалаған бір сөзден сөйлем құрап жаз. Әне қарайық, бірінші ыдыстың ішіндегі сөздерге қандай әріп қойсақ болады? Бірінші әріптері жоқ екен. Күн, түн, жүн деп қойсақ болады, я? Келесі ортасындағы ыдысқа қарайық, алғашқы әрпі жоқ екен.
оған қандай әріптерді қойсақ болады? Сана, шана, дана. Соңғы ыдыстың ішіне қарайық. Бұл жерде оның сөздердің соңғы әрпі жоқ екен. Соңғы әріптерін қойып шығайық. Шөп, төл, сөл деп қойсақ болады. Кейбір сөздерде сендерде басқа сөз шығуы мүмкін. Енді осы сөздердің ішіндегі өзің қалаған бір сөзден сөйлем құрап жаз. Мысалы, мынандай сөйлемдер жазуға болады. Менде шана бар. Күн жарық. Ақшаны сана. Қараңғы түн. Осы сияқты кез келген сөйлемді сен өз ойыңнан құрап жазсаң болады.